Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз сенем де абсынымда күн бермейді. Оқырманымыздың айтуы бойынша тыңдап көрейік. Сәлеметсіздер ме? Мен 3 жыл бұрын келін болып түстім. Өзім сүйіп қосылдым. Өзім қаланың қызы болған соң ауылда тұру оңай соқпады. Әкем 2 бөлмелі пәтер алып берген болатын, оқып жүрген кезде. Алып қашып кетіп көніп қалдым. Үйдің кіші баласы. Одан алдын абысыным мен ағам бар. Ендігі мәселе менің енем мен абысыным. Үйде 3 бөлмелі. Былай айтқанда кішігірім. Таңғы 6-да тұр деп абысыным бұйрықпен сөйлейді. Оған қоса енем де қосылады. 2 ұлы бар. Жинаған жерімнің бәрін шашып болады. Оқуым жайына қалды. Оқуымды айтсам, әйтеуір бастарын алып қашады. Әйел сымақ деп жолдасыма деседі. Енеме бөлек шығамыз десем, абысыным біз шығамыз, біз тұрғанда сендерге не бар дейді. Осыдан бір апта бұрын тойға барамыз деп менің 2 бөлмелі пәтерімнің кілтін алған болатын. Бір апта деп 3 айға кеткен болатын. Әкем бұны көріп айқай-шу шығарды. Үйдің іші енді адам көргісіз. Астан-кестен шархан. Әкем адам жалғап жинатқан. Көшейік десем, жолдасымның мамасы жібермей отыр. Әке шешем оқуыңды оқы, үйге қайт деп отыр. Ендігі мәселе менің қай жаққа боларымды білмеймін. Өз ақыл кеңестеріңізді айта кетсеңіздер.